Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Біздерге өте көптеген сұрақтар қойылады. Соның арасында мынандай бір сұрақ бар. Ешкі сүтін қалай сатасыздар? Қандай документ керек? Біз бұл туралы шынын айтсақ, видео жасаған болатынбыз, және ол видеода мен бір қателік жасаппын. Оны тек ауызекі тілде айта қойыппын да, оны көрсетпеппін. Енді келесі осы видеода сол видеоны қағаздарды, документтердің бәрін көрсететін боламыз, құжаттарды, және Қазпошта арқылы бізге келген Қазына ғылыми білім беру орталығынан оқыған болатын. Сол оқудың нәтижесін сіздер көретін боласыздар. Олай болса, видеомызды бастайық. Ветеринариялық және лабораториялық анықтамаларды қазірше қоятайық. Біз бірінші мынау Қазына ғылыми білім беру орталығы, Алматы облысы Талдықорған қаласы, Рүстембекова 31Б деген мекен жайды бойынша, мынау біздің мекен жайымыз. Осы бойынша келген хатты ашып көрейік. Неке сіздер сұрап жатсыздар, Нұрғиса, видео жоқ болып кетті, қайда жүрсің, неге видео түсірмейсің деп. Міне нәтижесі, міне мен не істедім осы уақытта. Біздер мынандай бір сертификат алыппыз Қазына ғылыми білім беру орталығынан. Сонымен сертификат Нұрғиса Қыдырбайұлына Қазына ғылым беру онлайн мектебін жануарларды қолдан ұрықтандырушы техника мамандығымен аяқтады. 2021 жылдың қаңтар айы деп жазылған екен. Ғылыми білім беру орталығының директоры Баисова. Бұл Әсел ханымның қолы. Қазына ғылым беру орталығы. Мінекей, енді бұйыртса, алла жазса, жануарларды қолдан ұрықтандыру техника мамандығын енді алып алдық. Алла жазса, осы мамандық бойынша қызметімізді бастайтын боламыз. Яғни 4 түлікті қолдан асыл тұқымды ұрықтармен ұрықтайтын боламыз. Сонымен сүт сататын документке қайтадан оралатын болайық. Бірінші, сүт сату үшін біз айттық, ветеринариялық анықтама алуыңыз керек. Кез келген жануарға, ол сиыр болсын, ол ешкі болсын. Мына жерде ветеринариялық анықтаманы қайдан аламыз дегенде, мына жерде жазылып тұр. Басында оқысаңыздар, Теміртауская городская ветеринария станция деп жазылып тұр, ветеринарная станция деп. Яғни әр ауданның, болмаса қаланың өзіне ветеринариялық станциясы болады. Сол жерден барып аласыздар, осы құжатты сұрайсыздар. Яғни бұл жерде адамның аты жөні, үйіні, мекен жайы, сүттің аты жөні мына жерде жазылып тұр. Байқасаңыздар, неге наименование молоко козе деп тұр. Сосын күнделікті қанша литр шығатыны мынау енді біздің қазір сәл енді түсіріп кішкене не қыламыз, бірақ бұдан мынау саннан көбіректеу шығады. Мысалға, ары қарай қандай неде сатылады, бұл керісінше бұл сатуға емес, бұл лабораторияға, кешіріңіздер, лабораторияға қандай мөлшерде келеді деген сияқты жалпы мәліметтер, тіпті қандай көлікпен тасымалданатыны туралы. Бұл Матиз, біз бұрын Матизбен тасымалдағанбыз, қазір Матизбен тасымалданбаймыз. Мынау бұрынғы ескісі, бұл ескісі. Жаңаларын біз бөлек жинап отырмыз, өйткені біз қазір фермадамыз, ал фермада жаңа құжаттар жоқ, жаңа құжаттар қалада. Ал лабораторияға алып бардық сүтті лабораторияға алып. Лаборатория көбіне, ветеринариялық станция өзі айтады қандай лаборатория алып бару керек екен. Лабораториялар көбіне мынау базарларда сүт сататын, сондай базарларда болады. Неке байқасаңыздар, сосын олар жазып береді. Ондай чегін қасына қыстырып, әдемілеп жазып береді. Сүт, мысалға, таза, оның құрамы, мына жерде жазылып тұр, сүттің құрамы деген сияқты. Сонымен сіздер бүгінгі видеодан менің мынау сүйіншілетіп осы еңбегім айлап оқыған, соған бұйыртса осымен жұмыс жасайтын болады. Осы видеоны тамашаладыңыздар. Және екінші, сүтке қандай құжат керек екен тексеріс келе ма? Мынау құжатпен сіз сүт сата бересіз. Болды. Бір жапырақ емес, жарты жапырақ қағаз, А4 форматында қағаздың жартысы болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Олай болса, аман сау болыңыздар.